Барлықтарыңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте керемет, нәзік, жұмсақ сочниктер дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Алдымен песочный тесто дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары майымызға қант қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды, қаймақ, одан кейін шым-шым тұзымызды қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен електен өткізілген ұнымыздың жартысын қосамыз да үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды, яғни разрыхлитель қосып араластырып аламыз да, және ұнымыздың қалған бөлігін қосып тағы да қолымызбен қамыр илейміз. Қамырларыңыз қолға жабысып тұрса, үстіне тағы да аздап ұн сепсеңіздер болады. Енді осыны таза пакетімізге салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкамызды жасап қоямыз. Ол үшін творогке осылай бір жұмыртқаның сарысын, одан кейін бір шай қасық жүгері крахмалын қосамыз, және де шекер қосып араластырамыз. Немесе блендермен езіп араластырсаңыздар да болады. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызда дайын болып қалды. Мен бұны бір 8-10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қатты жұқа қылмаңыздар, сәл қалың етіп жайсаңыздар болады. Дөңгелек формаларыңыз болса, сондай формамен ойып алсаңыздар да болады. Сондай шеті әдемі болып шығады. Ортасына начинкамызды саламыз. Осындай бір-біріне біріктіреміз де үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады қыздар, әсіресе шайға жасап көріңіздер міндетті түрде. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі талай күшті видеолар болады қыздар.